Абайдың 13-ші қара сөзі. Иман деген Алла Табарака уа тағаланың шариксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху ғалайхи уассалям арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын сұнып инанмақ. Енді бұл имандерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі, не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яки не иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу, бірлән яки молдалардан есту, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз. Енді мұнда иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яки иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Әр нешік білмек керек, жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яки пайғамбарымыздың шафағатына да сыймайды. Мүмкін де емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.